Шұғыл жаңалық. Венесуэла президенті Николас Мадуро бір апта ішінде аймақтағы екі маңызды одақтасынан айырылды. Бұл жағдай оның Латын Америкасындағы қолдауы қаншалықты әлсірегенін көрсетеді. Соңғы саяси өзгерістер мен ресми мәлімдемелер бірнеше елдің Каракаспен қарым-қатынасын қайта қарастыра бастағанын аңғартады. Венесуэла ақш санкцияларының қысымында қалып отыр. Аймақтық қолдаудың әлсіреуі елдің саяси және экономикалық оқшаулануын тереңдете түсуі мүмкін. Соған қарамастан, Мадуроның әлі де кейбір аймақтық серіктестері бар. Олар көбіне араласпау саясатын ұстанып немесе экономикалық ынтымақтастықты алға тартады. Кейбір көрші елдер Венесуэламен шектеулі деңгейде қарым-қатынасын жалғастырып отыр. Бұл байланыстар көбіне сауда, энергетика және миграция мәселелеріне бағытталған. Аймақтан тыс ірі державаларда Венесуэла үшін маңызды рөл атқарып, санкциялардың әсерін азайтуға көмектесіп келеді. Латын Америкасындағы одақтастардың ауысуы Николас Мадуроның саяси болашағына қатысты белгісіздікті күшейтіп отыр. Оқиғаның даму барысын Абб Ньюс арқылы бақылаңыз.